Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілі Артур Ластаев Төле би ауданындағы Көксәйек арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығына барды. Омбудсмен ондағы жағдайын көзбен көріп, мекеме тарапынан айтылған ұсыныстарға құлақ асты. Сондай-ақ тұрғындармен кездесіп, олардың бірқатар мәселесін тыңдады. Мақсат адам құқықтарын қорғау дейді сала мамандары. Толығырақ тілші бейне материалында. Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілдігі ең алдымен нөмірі 3-ші Көксәйек арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының жағдайымен танысты. Айтып өтейік, мұнда 160-ға жуық қызмет алушы бар. Орталықта олардың қоғамдағы адамдардан тыс қалмай еңбек етулері үшін түрлі кәсіптік үйірмелер бар. Түркістан облысына келудегі басты мақсатымыз адам құқықтарының қаншалықты қорғалып жатқанын бақылау дейді мамандар. Мақсатымыз адамдардың құқықтары қаншалықты сақталуда, көрсетіліп жатқан қызметтер толығымен сапалы, уақытылы беріліп жатыр ма? Бүгін мынау Көксәйек ауылды мекеніне келіп, осы жерде нөмір 3-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін мекемеге келіп, соның толығымен ғимаратын, осы жердегі жатқан әйелдер, ер азаматтар, көмек алушылардың жағдайын мен танысып, оларға қандай медициналық қызмет көрсетіліп жатыр, қандай да бір азаптау, қинау мәселелері не жол беріле ме, берілмейді ме, соны да қарап шықтық. Сондай-ақ, еліміздің адам құқықтары жөніндегі уәкілі Артур Ластаев Төле би ауданының жұртшылығымен кездесті. Тұрғындардың базыналары тыңдалды. Жұртшылықтың сөзінше, қазір өңірде болып жатқан басты проблемалардың бірі мектепаралық төбелес. Тіпті сол қақтығысқа құқық қорғау органдары бейжай қарап отырған көрінеді. Ояқтан Галкиннің мектебінен біреу-екеу келмейді. Олар 3-4 машина болып келеді. Мысалға, олар әлі несіне андай правасы жоқ, қалай мамалар машинаны береді деймді, келетті групповой ұрып кетеді. Біз кім балдарға айтсаң, айтпайды, ойбай заявщик деп айтады дейді, сосын ата-ана страдать етеді берде. Қай кезде болды осы жағдайдың бәрі? Осы мына апрель-май ортасында осындай болады да, сосын барып осы қазір мысалға күн ыстық қой, шомылуға барайық дейді, неғылай жіберуге қорқамыз. Өкінішке орай отбасылық зорлық-зомбылық қоғамды дендеп барады. Әсіресе әйелін соққыға жығу дерегі де көбейген дейді мамандар. Бір қуантарлығы, Төле би ауданында үміт үйі атты арнайы орталық ашылған. Жанұясында күйзеліске түсіп жүрген жандар сонда барып психологиялық көмек алуына мүмкіндік бар дейді мекеме қызметкерлері. Біздің Төле би аудан әкімінің қолдауымен үміт үйі деген орталық ашылды бізде. Жалпы берде сол жәбір көрген, тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген тұлғалар бізде 10 күн паналай алады. Берде 10 күн паналағанда не істейді өжеді? Өжедегі мамандар, білікті мамандар біріншіден психологиялық жұмыс көрсетеді. Өйткені бағана өз жәбір көрген әйелге болсын, ер азаматқа болсын көрсетеді. Содан кейін бүкіл отбасына психолог көмек көрсетеді. Әлеуметтік жағдайлары белгіленіп, әлеуметтік жағдай көрсетеді. Былтыр елімізде адам құқықтары жөніндегі уәкілдік құзыреті кеңейген еді. Алдағы уақытта қиын жағдайда қалған балалар мен олардың отбасына мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Себебі адам құқығы қашанда ең биік құндылық. Өркен Мырзабек, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.